әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне және жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексіне түзетулер енгізу жөнінде заңдардың жобаларын парламент мәжілісі депутаттары олардың ережелерін су кодексінің жобасымен үйлестіру үшін әзірледі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне енгізілген түзетулер жеке және заңды тұлғалардың су заңнамасын бұзған үшін жауапкершілігін арттыруға бағытталған және су қатынастары субъектілері үшін жаңа міндеттемелерді енгізу негізделген. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексіне өзгерістер енгізу жөніндегі заң жобасында жер асты сулары бөлігінде бірыңғай терминологияны қолдану және оның ерекше экологиялық мәртебесін ескере отырып, Арал теңізінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге тыйым салуды белгілеу көзделді. Комитет осы заң жобаларын жұмысқа алуға және олар бойынша қорытынды әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұраймыз. Серік Рахметоллаұлына сұрақтарыңыз бар ма? Онда осы мәселе бойынша қаулыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырғандар 90 депутат, жақтағандар 90 депутат, шешім қабылданды.